Украина президенті Владимир Зеленский Қырымнан ишгалден азат етілу ве реинтеграция стратегиясына таздықлады. Весеқада Қырым азат етілмесі үшін керек олған арби дипломатик иқтисади ве дигер тедбірлер аққында айтыла. Бұл стратегияның ачық қысмадырда гызлі бөлігі бар. Весеқада Қырым татарлар аққында тек уч кере айтылмақта. Эсасен медени мирас сақланмасы контекстінде ве Украина ишгал етілген территорияларда яшаған тамыр халықларының этник ве дини кімлігі сақланмасына имкан ярата деген нұқтада. Стратегияның бекленілген нәтижелер қысмында Қырым татар ве дигер тамыр халықлар темсілжелерінің ақлары тікленмесі ве темин етілмесі айтылмақта. Меджлис Қырым татар халқы үшін мұйым олған ең азындан уч қанун лейхасы тамыр халықлар Қырым татар халқының статусы ве Қырым татар милли территориал мұқтариеті тешкіл етілмесі үшін Украина анаясасына денішмелер кірсетілмесі позиция қошылмасына талап еткен еді. Ама милли қапсызлық ве мұдафа шурасы бұны козогыне алған, ама стратегияға қошмаған. Назирлер шурасы ишлеп шығарajaq планға қошылajaq деп шандырғанлар. Назирлер шурасы планны 3 ай девамында азырламалы. Чақмағаны үшін 50.000 рублей пара жазасы. Ишгалжелер прокуратурасы Қырым татары Энвер Топчеге бөле жаза белгіленмесіні талап еті. Оны ФСБ Санкедерсін игил сыраларына қошылған Насылдыр Умиджон Дададжанов иле иштимай ағларда субетлешкені үшін хабер етмегені үшін қабатлайлар. Энвер Топче давасы бойынша Ички районның Ишгалжелер махкемесінде шаатны ве дини экспертны сұрғыдан кечіргенлер. Бұне берабер Энвер сөңке сөзінен чықыш ятқан. Адвокат Эмиль Курбединов қабатлавны абсурды, чүнки Дададжанов Русия махкемесі тарафындан қабатлы оларақда танылмаған. Бұна бақмадан ФСБ 4 Қырым татарына низбетен дава уйдырды. Айны чақмағанлық давасы бойынша Айдыр Аблякимов, Ридван Умеров ве Айдыр Кадыров қабатланмақта. Оларның даваларына Қырымнан дигер ишгалжелер махкемелері бақмақта. И я считаю, что ФСБ вот такими делами по аккаунтам, по перепискам убивает несколько зайцев, сидя в кабинете. Вот только по переписке якобы Дададжонова было возбуждено 5 уголовных дел. И огромное количество других процессуальных нарушений, о которых мы говорили с самого начала. В материалах по обвинению Топчи следователь запихал, по-другому я не назову, материалы из уголовного дела Дададжонова. Ақиқат үшін тақып, Бақшсарай районынан Албат койында яшаған миллиарекет іштіракчысы Ремзи Ислямовқа ишгалжелерінің көбетшілері келген. Кеченлері тарқатылған видео мұражат аққында сұраштырғанлар. О Белбек вадисінде яшаған миллиарекетшілерінен бераберлікте ишгалжелерінің репрессияларына қаршы итираз білдірген еді. ФСБ усулларыны НКВД усулларынен қияслады. Ишгалжелерінің суаллеріне жауап бермектен ве протокол имзаламақтан Ремзияға вазгечкен. Тек бұл мұражат оның жемат позициясы олғанны қайдеткен. Это моя гражданская позиция по отношению к репрессиям к нашему народу. Поэтому я вправе выражать свое мнение. Я все действую в рамках закона. И тем не менее, несмотря на это, меня вот возмутило, что любые действия здесь, даже в рамках того же законодательства Российской Федерации, если ты действуешь, но если это, как говорится, не нравится им, да, потому что показывают их истинное лицо этих спецслужб, как говорится, то, естественно, они начинают реагировать таким образом. Геническ шерінде Мамбет Абдульвапов ile ведалаштылар. О 96 яшына келіп вефат еткен. Мамбет аға 25 жыл девамында геническ шерінде дин жемиетінің башы олып имамлық япқан. Мамбет Қардбаба геническ шерінің ең бұйық мұсылманы еді. О аятында бір чоқ шей көрді. Эм женкіні Қырымнан немселер тарафындан ишгаліні, сұрғынлықны, эмде ачлықны. Қырымда ерлешіп, олам айып Қорантасынен Геническ районында ерлешіп олды. Кечкен язда о АТР телеканалында тағдир yolları программасынан қараманы олған еді. Мамбет Қардбаба кечінде ама оның қатырасы ве насиятлары эбеди қала. Bizim halka yalnız okumak gerek. Okuma şöyle. Bu sene avuşma, bariyeri gitme. Tırışmak gerek, baba çağaları öğretme. Bizim halka pek kıyı. Karardan ziyade kıyı. Çünkü işte dilini bilmeyi, Tatarca bilmeyi. Oğlanlarımız Rus abi. Niye? Tatar kızı yok yoksa. O kadar söylediğinde Rus abi. Türkiye'de Dobraj'da Tatar kıyı kalan. Kırım'da
bir abi 100 yıllığa eğer tırışsalar kalır. Tırışmasalar. Нью-Йоркта ise коронавирус хасталығы ағырлашмасы себебінден Украинада нам қазанған артист. Сүргінліктен эвел Қырым татар театрының артисті Мерием Ибраимова кечінді. О февраль айында 103 яшыны толдырған еді. Мерием ханым коронавирус хасталығына еңіп болған, ама соңра пейда олған ағырлашманы кечіріп боламаған. Да 1936 сенесі Қырым татар театрында чалышы башлаған еді. 1944 сенесі бұтын Қырым татар халқынен берабер Орта Асияға сүргін етілді. Қорантасы Таджикистанға түшкен. 1963 сенесі Ташкентке көчіп Ленин байрағы газетасында чалышы башлады. 1990 сенесі есе Қырымға қайтып, кенеде жанландырылған Қырым татар театрында чалышы башлады ве яш артистлерге ожада олды. 1996 сенесі оғлының Қорантасынен Америка Бірлескен Девлеттеріне көчкен еді. Украиналы журналист Владислав Есипенканы электрика ақымы ile қинағанлар. Бұны Граты нешірінің баш муарирі Антон Намулюк Ахмеджет сезосында олған мен баларындан огреніп хабер етті. Оның сөздеріне көре Есипенканы 2 күн девамында азапларға ұғыратқанлар. ФСБ хадемлері оның башына электрик теллеріні бағлап, электрик ақымының күшіні арттырғанлар. Бұндан соң есе ешғалжілер оның қабатына танув сөзлерінен видео тарқатқан еді. Дело Есипенко ведет молодой следователь Виталий Власов. Посмотреть со стороны приятный человек. Дочка маленькая на гитарке играет. В песенном конкурсе участвовал. Всегда интересовало, как они проводят черту между жизнью на воле, где у них выходные с детьми, море, поездки на Донбай, и жизнью в погонах, где на грязном заплеванном полу лежит голый связанный человек с пакетом и проводами на голове и извивается, когда начинают крутить ручку динамо-машины. Владислав Есипенканы ешгалжелер Алушта Сакина Елизавета Павленко еле тұтты. Олар мартның 9-ында бераберлікте Тарас Шевченканын доған күніне бағышланған тедбірді иштирак еткен еділер. Тек мартның 12-сінде Ахмеджетнің ешгалжелер махкемесі оны 2 айға апске алған аққында хабер пейда олды. Оны патлайжы мадде сақламасында ве жасуслықта қабатлайлар. Бақшаларыны yok етіп, евлеріні топырақнен бір япқанлар. Бұл ешгалжілер кешірген референдумға барып, Реберовнан ақыбетідір дей партанет сакинлері. Оларының бақшачылық жемиетінің топырақларыны амон хадемлері запт еткен. Ешгалжілер иншаатларыны дарма-дағын япып, сайыплеріні топырақларынан қуғанлар. Ама сайыплер айтқанна көре да 20 ел евелсі бұл топырақларынан сайыплер олғанлар. Ама 2013 сенесінен сонында партанетінің койшурасы бұл топырақларыны башқа инсанларға айырған. Ама прокуратураның талабындан сон да Украина махкемесі топырақларыны эвелкі сайыплеріне қайтарған. Украин махкемесінің қарарыны енді ешгалжілерінің юқары Рос махкемесі бақып деңіштірген. 7 еллық махкемелерден сон инсанлар Авропаның инсан ақлары махкемесіне мұражат еткенлер. Мы шли в Россию, бежали на референдум голосовать, а теперь 7 лет я в какой-то непонятной борьбе. Судьи, выходя из зала заседаний, они потихоньку шептали нам в ухо: вы нас простите, но у нас приказ. Здесь у меня уже деревья вот бульдозером просто снесли. Дальше у меня тоже бульдозер проехал вот через все. Часть деревьев снес, вывезли чернозем. С этого сада мы просто питаемся. При России у нас забирают землю, которую вот мы ухаживали, из помойки сделали сад. Вот. А тут вдруг приезжают люди с готовыми документами и говорят: это мое. Они ссылались на то, что якобы чиновники Украины нарушили законы Украины, превысив тем самым свои полномочия, и выдали нам эту землю. Но это на уровне абсурда.